Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін қара өріктен жасалатын жемнің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл жемді рулеттердің, пирогтардың, булочкалардың салмасына қолдануға болады. Мен бүгін қысқа сақтау үшін банкілерге жабамын. Бұл жемді дайындау үшін ең алдымен жақсы пісіп тұрған қара өрік қажет. Оны жақсылап 2-3 қайтара жуып тазалап алып, ортасындағы дәндерін алып тастаймын. Дәл осылай қара өріктің барлығын тазалап дайындап аламын. Енді қара өріктің барлығын ет тартқышқа өткіземін. Сіздерде блендер болса, блендерді қолдануға болады. Қара өріктің барлығын ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін оны қайнататын ыдысқа құямын. Және оның үстінен қажетті мөлшердегі қантты саламын. Қанттың барлығын салып болғаннан кейін оны жақсылап тұрып араластырамын. Себебі қант толық еруі қажет. Барлығын араластырып болғаннан кейін оны отқа қойып тағы да араластырамын. Жем қайнағаннан кейін оны жақсылап араластырып, бетіндегі көбіктерін алып тастаймын. Және оның астындағы отты бәсеңдетіп 30 минуттай қайнатамын. Жем баяу отта қайнап тұрған кезде жуылған банкілерді стерилдеймін. Және қақпақтарды да 10-15 минуттай қайнатып аламын. Жемнің дайын болғанын білу үшін тәрелкеге кішкене тамызамын. Тәрелкені қозғаған кезде жем бір орында тұрса, онда жемнің дайын болғаны. Дайын болған жемді стерилденген банкілерге толтыра құйып, қақпағын жақсылап тұрып жауып, қысқа сақтаймын. Мен дайындаған қара өріктің жемі сіздерге ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыз.